Армысыздар, әлеумет Алматы арнасының эфирінде жаңа көзқарас. Студияда мен Әлібек Шынтемір. 2023 жылдан бастап салықтың жаңа түрі, яғни бөлшек салық енгізілгені белгілі. Бұл режимде кәсіпкер 200-ге дейін жұмысшыны жалдауға және бірыңғай төлемді қолдануға құқылы. Осы және өзге де салық саласындағы сауалдарға студияда қонақтарымыз жауап береді. Ендеше таныс болыңыздар. Алматы қаласы мемлекеттік кірістер департаментінің қосылған құн салығын әкімшілендіру бөлімінің басшысы Шалқар Қайыржан Әбдіқадырұлы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар нарқоз оқу орнының ұстазы, экономист, қаржыгер Қазбекова Қарлығаш Мұхтарқызы. Қош келдіңіз. Бүгінгі жаңа көзқарастағы өткір сауалдарға жауап беруге дайынсыздар ма? Дайынбыз. Рахмет. Жалпы Қарлығаш ханым, салықтың бүгінгі таңда біз білетін бірнеше түрі ғана бар. Одан бөлек көпшілікке белгісіз қандай тұстары бар, қандай салықтың түрлері бар, осыған тоқтала кетіңізші. Жалпы салықтың түрлеріне тоқталып кететін болсақ, бәріміз білетін жеке табыс салығы заңды түрде жұмыс істейтін азаматтарға өз айлығынан 10% жеке табыс салығын алып отырады. Сонымен қатар әлеуметтік табыс оның ішінде тұр 3,15%, корпоративтік табыс ол 20% алады. Сонымен қатар қазір бізге медициналық салықтар қосылды, ол 3%-бен кетеді. Көлік салығы, мүлік салығы, үй салығы, енді көлік салығын білесіздер, ол өзінің оборотына байланысты. Мысалы, жер қойнауын пайдаланушыларға алынатын салық, ойын мынау көптеген нелер бар, оларға да салынатын салықтар бар. Енді салықтың түрлері көп айта берсек, енді бізге мынау индивидуалдық табыс салығы, мысалы жеке кәсіпкерлер өз табысынан 3%-ын төлеп отырады. Осы уақытқа шейін мораторий болды, сіздер білесіздер, енді биылдан бастап ол алынып тастады. Әр жеке кәсіпкер өз табысынан 3%-ын төлеп отырады. Сонымен қатар мынау жеке табыс салығынан да айлықтан алынып отырады, корпоративтік табыс дедік. Сонымен қатар қосымша құн салығы бар, қосылған құнға салынатын салық. Енді қазір біздің тақырыбымызда осы өзекті болып отыр екен. Жалпы қосымша құнға салынатын салық Қазақстан Республикасының 421 және 425 бабында 12% деп көрсетілген. Қазіргі заңда бұл 12% төленеді. Ал жалпы келесі жылдан бастап ол пайыздың мөлшері көбеюі мүмкін деп есептелінуде. Жалпы бізде Қазақстан Республикасында басқа ТМД мемлекеттерге, Ресейге қарағанда бізде төмен болып саналады екен. Ал Европа шет мемлекеттерде білесіздер, көбінесе 30-40%-ға шейін ол төленеді. Бірақ енді біздің мынау біздің қаржы экономикасына, мынау экономикалық жағдайға байланысты қазір инфляция деңгейінің өсуі, халықтың мынау табысына да байланысты, әрине көп азаматтарға бұл қалтасынан да өте зиян екенде белгілі. Бірақ жалпы қосымша құнға салынатын салық бұл жанама салық болып есептелінеді. Не үшін? Жанама салық. Яғни негізгі салыққа қосымша салық болып есептеледі. Да, жанама салық болып табылады. Жалпы кәсіпкерлер өзінің өнім өндірісі кезінде қосымша құнға салықты төлеуші болып есептелінеді. Сонымен қатар қосымша құнға салықты алушы да болып есептелінеді. Екінші жақтан, жалпы қосымша құнға салынатын салық өнім өндіруден сатылатын нүктеге шейін, сол санатқа шейін, жету деңгейіне шейін қосылып отқан құнға салынатын жанама салық болып есептелінеді. Бұл жалпы бюджетке түсетін және бюджеттің жалпы табыс көзі болып есептелінеді. Жанама қосымша құнға салынатын салық. Түсінікті. Осы Қайыржан мырза айта кетіңізші, жалпы осы қосымша құн салығы не үшін салынады? Енді жалпы кез келген кәсіпкер ретінде, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мен мысалы білгім келеді. Не үшін осы салық төлеп жатқанында? Қосылған құн салығын Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес қосылған құн салығында тіркеуде тұрған азаматтар ғана төлейді. Яғни айтатын болсақ, заңды тұлғалар және де резидент емес өкілдер біздегі Қазақстан Республикасының филиал арқылы жұмыс істейтін және жеке тұлғалар төлейді. Және айта кетсек, Қазақстан Республикасына тауарларды импорттайтын азаматтар салық төлеуге, қосылған құн салығын төлеуге міндетті. Яғни 12%-да әдетте әрі отандық бизнестегі компаниялар төлеп жататын, енді қазір бұл салық негізі жеке тұлғаға да қатысты ма? Қосылған құн салығын 12%-ын, және жоғарыда айтқандай, тіркеуде тұрған азаматтар ғана төлейді. Қосылған құн салығында тіркеуде тұрған азаматтар ғана төлейді. Демек, бұл қосымша құн салығы біздің еліміздің барлық азаматтарына міндетті деген сөз емес. Тіркеуде тұрғандар ғана міндетті. Түсінікті. Яғни белгілі бір кәсібі болса, қандай да бір өндіріс орталығы болса, онда
осы салық төлеуге міндетті. Дұрыс айтасыз. Солай ғой? Салық кодексінде белгіленеді ғой, яғни бұл жердегіде кім төленеді деген сұрақ қойдыңыз, иә? Кім төлейді? Кез келген кәсіпкер оны төлей бермейді, да? Яғни өзінің айналымы 220 айлық есептік көрсеткіштен асқан кезде, айлық есептік көрсеткіш қазіргі уақытта 3450 теңге. Бұл 1 январдан бастап бұл өзгеру мүмкін, себебі жыл сайын бізде айлық есептік көрсеткіш өзгеріп отырады. Соған байланысты жоғарылап отырады ма? Жоғарылап отырады. Сол 20% айлық көрсеткіштен асқандар, бұлар қосымша құн салығын төлеуге міндетті. Яғни бұл жерде Қазақстан Республикасының салық кодексінің 82 бабының 4 тармағында бұл кәсіпкерлер төлеуге міндетті. Яғни бұл жердегі мынау фискальный чек дейміз ғой. Мысалы біз белгілі бір қызмет түрін алғанда фискальный чекте ол жаққа 12% көрсетіледі. Яғни бұл жерде салық органдарында бұл төлеген кезде базасында тұрады, біледі. Яғни мынау кәсіпкер налог төлеген кезде, декларация тапсырған кезде бұл 12% міндетті түрде мынау салық болып төленеді, ол тікелей мынау бюджеттің көзі болып саналады. Бұның барлығы мынау заң жүзінде бәрі қарастырылған ғой. Бірақ ол мысалы ірі шағын маркеттер, ірі сауда сауда ұйымдары бар, мысалы да, торговый дома дейміз. Оларда да мысалы жалпы обороттары 20 есептік айлық көрсеткіштен асады. Сондықтан да олар міндетті түрде төлейді. Ал жалпы мысалы біз есіктің алдында, үйдің қасындағы шағын маркеттерден алатын болсақ, мысалы олар индивидуалдық табыс салығы деп 3% ғана төлейді. Олар мысалы қосымша құн салығын төлеуге міндеттелмейді. Ал мысалы жоғары айналымда жүргендер, олар міндеттелінеді. Сонымен қатар бап бойынша міндеттелініп төленеді. Декларация тапсырған кезде де, ол фискальный чекте де төлеген кезде, оның барлығы салық департаментінде тұрады. И ол салық департаментінің бақылауында болады. Сондықтан да ол міндеттелінеді. Яғни жалпы жанама салық болып, сатып алушыға да, сатушыға да жанама салық болып міндеттелініп тұрған салықта. Қайыржан мырза, жалпы осы бағдарламаға дайындық барысында бізге Алматы арнасында белгілі бір азаматтар шағым түсірген болатын, осы салыққа байланысты. Фастфуд, яғни қаладағы ойын-сауық орталықтарының бірінде фастфуд сатып алған, соның ішінде қосымша құн салығын, яғни 12% клиент 700 теңге төлеген. Бұл қаншалықты заңды? Яғни сонда сатушы алушының есебінен салық төлеп отыр деген сөз бе? Дұрыс айтасыз. Сатушы 12% және қосылған құн салығын төлейді. Логикалық тұрғыда қарасақ, жаңағы сатып алушы соның сомасынан жаңа сатушы 12%-ын төлейді. Ол төлеп отқан ақшасы. Жаңағы 700 теңге ішіне кіріп тұр. Жаңа товардың үстінен қосылған құн салығы бұл. Товардың үстіндегі салық барлығын алып, жаңағы сатып алушы төлейді. Сатушы ол сумадан өзінің салығын төлейді. Жаңағы қосылған құн салығын, басқа да салықтар төлей береді. Демек, сатушы салықты тұтынушыға да өзінен екіге бөліп отыр. Солай ғой, екіге бөліп қарастырып отыр ғой. Енді бұл жақта айтып отыр, мен фастфудтан тағам сатып алдым, тағамның ақысы мәселен 2000 теңге тұратын болса, одан бөлек түбіртекте көрсетілген қосымша құн салығын менен 700 теңге алды деп отыр. Дұрыс айтасыз, жаңа фискалдық чек қой, фискалдық чекте ол ішіне көрсетіледі. Соманың, товардың өзінің бағасы, және де оның үстіндегі қосылған құн салығы сол ішіне көрсетіледі. Жаңа сатып алушының түсінбеушілікпен қарағанда болып тұр ғой бұл жерде. Ол жаңағы товардың сумасының ішінде, общий сума дейді ғой, жаңа барлық соманың ішінде. Демек, бұл жақта ешқандай заң бұзушылық көріп тұрған жоқсыз. Жоқ. Түсінікті. Енді демек бәріміз солай төлеп жүр қой, кез келген Қазақстан азаматы, қала тұрғыны белгілі бір алып сату мәмілесін жасаған кезде осы салықты біз де төлеп жүрдік деген сөз. Яғни ол мысалы жалпы товардың өзіндік құны бар, сол өзіндік құнына қосылып тұр ғой. Мысалы сіз 112 мыңға бір зат алатын болсаңыз, 112 мың ол заттың бағасы. Бірақ 12 мың сол қосымша құн салығы ішінде отыр. Жалпы кез келген кәсіпорын белгілі бір товарын сатқан кезде, белгілі бір қызмет көрсеткен кезде, оның барлығы отыр. Жалпы өзіндік құнымен мынау қосылған құн салығы, сонымен қатар маржа барлығы соның ішінде отыр. Кейін оны кәсіпкер содан төлейді. Былайынан қараған кезде әрине сатып алушының төлеп отқан сияқты көрінеді, себеп жанама салық болып отыр, сол товардың ішінде отыр. Бірақ та оны кәсіпкер өзі фискальный чекте көрсеткендей салық органына төлеуге міндеттелінеді. Ол 300 нысанымен 300 форма дейміз бе, сонымен төлейді. Мысалы жеке кәсіпкерлер 3% төледік
көрсетеді. Олар 910 формасымен олар салық төлейді. Олардың мәселесі кішкене бөлектеу. Сондықтан да ол мәселе туындағанда оның көтергенде мәселесі дұрыс шығар. Не үшін мен оны төлеу керекпін қалтамнан шығарып? Әрине, әр тұрғында туындайтын сауал. Не үшін төлеу керек, мен оны қалтамнан шығарып, ол кәсіпкердің пайдасы деген сұрақ туындайды. Оныкі де мысалы дұрыс болып табылады. Бірақ енді жалпы сатушы да өз өнімін сатқан кезде, көрсететін қызмет көрсеткен кезде, оның барлығының, салықтың барлығын соның ішіне кіргізіп қояды. Демек, қараңыздаршы, тұтынушы ретінде осы жағдайды мен түсінбеген жағдайда түбіртекті апарып сатушыға көрсетіп, кері жауап алуға менің жаңағы құқым бар ма деген? Олардан сұрауға емес, жоғары органдарға шағымдануға болады. Және салық кодексіне сәйкес жоғары органдар немесе сотқа шағымданады. Түсінікті. Осы тұста сатушы мен алушының арасында, Қайыржан мырза, көбінесе қандай заң бұзушылықтар анықталып жатады? Жаңағы фискалдық чек бермеу, ол салықтан қашу ретінде болып саналады. Сатушының осындай жағдайлар болып тұрады екеуінің арасында. Статистикаңыз бар ма? Белгілі бір жылдың ішінде жарты жылдықта немесе 9 айда осындай фискалды чек бермеу тіркелді деген секілді. Тіркеліп жатыр, ондай тіркеліп жатыр. Жаңағы салық кодексінің бұзушылығы бойынша арыздар түседі, арыздар түсіп жатыр. Бірақ статистиканы айта алмаймын мен сізге қазір. Қанша түскенін, қанша арыз болғанын айта алмаймын қазір. Енді бұл құпия ақпарат па? Құпия емес. Сізде ондай статистика өзіме бірге алып келген жоқпын. Түсінікті. Сізде жоқ. Демек, бірақ ондай көрсеткіш бар негізі. Есептеледі. Әрине. Жақсы. Прокуратура органдарында тіркеліп тұр. Бұл прокуратурада тіркелген. Ол және де біздің салық органдарында да тіркеулі. Әр арыз бәрі тіркеулі. Жақсы, тағы бізге түскен шағымдардың тағы бір парасы, жазғы уақыттарда білесіз, ұлттық парктың шекарасына, жалпы таулы аймақтарға біздің қала тұрғындары жиі қыдыруға барады. Сәйкесінше мынау блок бекеттерден өткен кезде ақшаны төлейді, яғни адам басына, көлікке. Бірақ сол кезде бізге түбіртек бермеді деп те шағым айтып жатыр. Бұндай жағдайда? Түбіртек бермеген жағдайда біздің жаңағы салық органдарына шағымдануға тиісті. Егер де шағымданған жағдайда біз оны қарастырамыз. Бермеген жағдайда не үшін бермегенін, жаңадағы құқық бұзушылық болса, айыппұл салынады ол бойынша. Яғни бұл тұста сіздің ойыңызша қалай ойлайсыз, не себепті түбіртек бермейді? Бұл ақшаны қалтасына басу, жымқыру немесе жемқорлық фактісіне алып келе ме? Жоқ, бұл жерде бес саусақ бәрі бірдей емес. Әрбір жерде салық төлеуші салық төлемеудің жолдарын іздейді. Төлемеуден жаңағы өзі басқада шот фактуралар алдыруға, жалған келісім шарттарға отыруға, салық төлемеудің барлық мақсаттарын іздейді. Яғни барынша енді дұрыс қой, ақшаны қалтасына басып қалғысы келеді. Мемлекеттен жасырып қалғысы келеді. Мемлекеттен жасыру болып саналады бұл. Енді бұл да жалпы халықты қанаудың бір түріне жата ма? Қалай дейсіз? Яғни халықты ұрлаудың бір түріне жата ма осындай? Халықты ұрлау емес, халықтың еліміздің бюджетінен ақшаны ұрлау болып саналады. Бюджетке түсетін көзден. Бұл бюджетке түседі, көлеңкелі бизнес дейді ғой бұны. Көлеңкелі бизнеспен біз бүгінгі күнге дейін салық органдарының бәрі жұмыс жасап жатыр ол бойынша. Бір мысал келтіре аласыз ба? Соңғы уақытта қандай өндіріс орны немесе кәсіп орнына бардыңыздар? Мониторинг жүргіздіңіздер? Мысалға емес, мен статистика айтсам болады. Биылда жылдың басынан көлеңкелі бизнес бойынша Алматы қаласы бойынша 592 сотқа арыз берілді. Соның 156-сы қанағаттандырылды. Оның барлық сомасы 59 миллиард теңге. Соның ішінде қосылған құн салық 7 миллиард теңге болып табылады. Демек, сіздер осы берілген өтініштер жаңағы төңірегінде мемлекетке 59 миллиард түсім түсіріп отырсыздар. Бір бағытта түсіп отқан сома болып саналады. Көлеңкелі бизнес, кәсіпкерлікте, Ал тағы еленбей жатқаны қаншама, салық департаменттары әр салық төлеушіге жаңағы салық кодексінің бұзушылық бақылаған жағдайда камералдық бақылау жүргізіледі. Жаңағы шот фактуралар бойынша, жаңағы келісім шарттар бойынша барлығы тексеріліп, егер де салық төлеушіге хабарлама жіберіледі, сондай-ақ шот фактуралар және камералдық бақылау жүргізіледі. Сонда сотқа арыз жіберетін боламыз. Енді өздеріңізге де мәлім, жалпы осы салық айналасында ең көп ереже бұзылады, бұл түбіртек бермеу. Базар әкімшіліктерінде, базарға кіретін шығатын блок бекеттерде жаңағы көбінесе бермей жатады. Бұндай жағдайда біздің қарапайым халық, қала тұрғындары қайда шағымдану керек және бұған қандай жаза қолданады? Салық департаменттарына шағымдануға тиісті, және де жоғары органдар, прокуратура, сотқа шағымдануға міндетті.
Қандай жаза қолданады? Мәселен, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мен белгілі бір базарға барып, 200 теңгесін төлеп, бірақ маған чек бермеген жағдайда, және мен соны анықтап ұсынып берсем, ол кісілерге қандай жаза қолданады? Анықтама толтырылады, салық департаментінен анықтама толтырылады бұл бойынша. Тек қана анықтамамен шектелеміз ба сонда? Жоқ, ол жерде айыппұл болынады, жаңағы бірінші рет айыппұл болмайды, екіншісінен үшіншісіне кетіп бара уже айыппұл болады. Демек, бір рет солай ұсталатын болса, ескерту бересіздер, екіншісінде айыппұл. Көлемі қанша? Көлемі айлық есептік көрсеткішке байланысты өзгере береді көлемі. Қоса кетсеңіз болады, шамамен қанша? Айлық есептік көрсеткіштерге байланысты ол мысалы құқық бұзушылық фактілеріне байланысты, ол именно қандай мысалы қандай құқықтық бұзушылық фактілеріне байланысты айлық есептік көрсеткіштерге байланысты халық арасында ең көп тараған жағдай, жаңағы мысал келтіріп отырмын ғой, базарда барады, жаңа күзетке ақшасын береді, 200 теңгесін, чек бермейді. Себебі неге? Бізде жоқ деді. Содан ол кісі өтіп кетеді. Яғни көп жағдайлар солай еленбей қалып жатыр. Иә, рас, ондай фактілер көп. Әр айыппұл жаңағы 10 айлық есептік көрсеткіштен жоғарылай береді. Бірінші жаңағы алып алатын болса, біріншісінде 15 есептік көрсеткіш болса, келесінде 30 есептік көрсеткіш болып саналады. 30.450 мыңнан басталып дейсіз ғой. Түсінікті. Енді сіздер атап отқан бұл осы айыппұлдар жалпы осы мәселені шешуге көмектесе ме? Әлде айыппұлын төлеп ары қарай осы бағытты жалғастырып жатыр ма? Айыппұлдан кейін екінші рет бұл жаңағы салықтың бұзушылығына салық төлеушілер келмеуге тырысады. Оған дәлеліңіз бар? Әрине бар. Нақты, яғни осы айыппұлдың нәтижесінде нәтиже шығып жатыр деп ойлайсыз? Иә. Түсінікті. Жақсы, ары қарай тоқталайық. Енді халықпен мониторинг жұмыстары барысында жиі жұмыс жасап тұрасыздар ма? Белгілі бір сауалнама секілді, қандай да бір кері байланыстарыңыз бар ма? Салық кодексінің өзгеріс кезінде жаңағы айтып отырсыз ғой, айыппұл туралы барлық семинарлар өткізіледі, жаңағы салық төлеушілер СМИ дейді ғой, жаңағы интернетте жаңағы семинарларда барлығында түсіндіріледі. Қазір көп қой, мысалы қаржылық сауаттылық бойынша, өзіңізге де талай телевидениеге келіп қаржылық сауаттылық бойынша мәселелерді көтерген болатынбыз. Енді қаржылық сауаттылық бойынша да енді көптеген қандай салық департаментінен немесе басқа органдарына қандай іс жүргізіп жатыр дейсіз ғой, телевидениеден сіздерде мысалы көптеген информация беріп жатырсыздар. Мысалы мынау ақпараттық желісін қарастырсақ, интернет нені қарастырсақ, әр салық департаменті немесе экономика министрінің, қаржы министрлігі, мысалы қаржылық қадағалау агенттігін қарасақ, барлығында информация көп. Қазір адам білем, өсем, өнем десе, барлық жерде қарастыратын информация өте көп. 30 жылдан асты ғой біз егемендік алғанымызға. Шағын жерде орта бизнесті көбейтуге ат салысу керек. Біз шағын және орта бизнес көп болу керек дейді. Жалпы бізге шикізаттан көбінесе түсетін пайда. Мына өнімдері, жер қойнауын қазбалар, мына түсті металдар бойынша шикізатқа, мысалы Сингапур, мысалы Малайзия мемлекеттерін алатын болсаңдар, ол жақта көбінесе мүлдем басқаша. Азиатский барс дейміз да. Енді қараңыз, кейбір цифрларға қарайтын болсақ, бізде жеңіл өнеркәсіп дамымайды, немесе жалпы шағын және орта бизнес дамымайды деп цифрлар келтіріп жатамыз. Бірақ мына сіздер көрсетіп отқан салықтардың саны артқан сайын ол енді бір-біріне қарама-қайшы емес па? Яғни біздегі кәсіптің дамуына осы нәрсе кедергі болып отқан жоқ па? Салықтардың салынуы, қандай да бір құжаттық өзгерістер? Жоқ, ол салық төлеушінің жаңағы айтып өткендей, өзі бизнесті ашық түрде жүргізгені өзіне де тиімді, және де халық еліміздің дамуына жаңағы жоғарылай бергеніне бізге өте тиімді. Салық неғұрлым көп түскен жағдайда еліміз дами бастайды. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, Қайыржан мырза, бізде көлеңкелі кәсіп иелері өте көп деп, яғни салықтан жалтаратындар көп, солай ғой? Көп деп айта алмаймын, бірақ бағанағыда айтқандай, салық төлемейтіндер де бар, төлеушілер де бар. Демек олар бар, белгілі бір статистика бар. Олар не себепті салықтан қашады? Яғни олар бюджеттің, яғни салықтың тура қазынаға барып түсетініне сенімсіздік білдіре ме? Бағана сіз айттыңыз ғой, жаңағы қалтасына алу. Салық төлеушінің бұл жерде бірден бір ойы жаңағы ақшаны елге бермеу, қалтасына салу болып саналады. Жеке табыс табу. Жеке табыс, да. Енді былай қарасаңыз, әрбір кәсіпкер бірінші кезекте өзінің қалтасын ойлап кәсіп ашатын белгілі. Оны жасыратын не керек? Әрине. Бірақ та енді мен ойлаймын, әрбір салыққа, заңнамаға өзгеріс енгізбес бұрын бірінші халықпен етене байланыс жұмыстарын жүргізіп, түсіндірме жұмыстарын жасау керек секілді. Өйткені қазір байқасаңыздар, әлеуметтік желіде болсын, осы тақырып өте қызу талқыға түсіп жатыр. Демек сіздердің тараптарыңыздан түсіндірме жұмыстары өте төмен деген сөз ғой. Төмен деп айта алмаймын.
бірақ жұмыстар жүргізіліп отыр. Жаңағы интернетте, жаңағы салық төлеушінің әрқайсымен хабарлама жіберілеміз, жаңағы әрқайсына хабарласып түсіндірген жағдайлар да бар бізде. Көбінесе қандай сұрақтар қойылады сіздерге? Телефон арқылы болсын, әлеуметтік желі арқылы болсын? Халық көбінесе не нәрсені түсінбейді? Халық жаңағы фискалдық чекті бермеді, неге бермеді, ол беру тиіс па, егер де мен сұрауыма міндеттімін ба, әр адамның өзінің жаңағы алған товардың жаңа фискалдық чегін сұрауы міндетті. Ол фискалдық чекті алғаннан кейін ол салық түсіп отыр. Егер де сіз фискалдық чекті талап етпесеңіз, бюджетке салық төленбейді. Жаңағы қалтасына кетіп қалады дегендей. Түсінікті. Қазір сіздер енді осы уақытқа дейін мораторий дедік, белгілі бір кәсіпкерліктен шектеулер болды. Қазір өз беттеріңізбен кез келген кәсіпорын тексере аласыздар ма? Өз бетімізбен тексермейміз. Жаңағы арыздар түскен жағдайда прокуратурадан жаңағы бізге прокуратураға арыз түсіп, бізге жіберілгеннен кейін біз тексереміз. Немесе жаңа камералдық бақылау арқылы біз салық төлеушінің салықтан төлемейтін жағдайларын іздеп, жаңағы жалған шот фактуралар, жалған келісім шарттарды анықтаған жағдайда біз тексеруге шығамыз. Қайыржан мырза, жалпы ел президенті осы еліміздің экономикалық дамуын тікелей салықпен байланыстырып отырады. Жалпы халықтың қаржылық сауаттылығында осыған түйістіріп жатады. Мемлекет басшысының бағдарламасына сәйкес қандай жұмыстар жасалып жатыр? Салық бойынша ма? Жалпы осы салаға, иә? Енді қазір көріп отырсыз, жыл сайын экономикамызда дамып, қаржылық сауаттылық дедік, мемлекет тарапынан да көптеген информациялар беріп жатыр. Қазір мысалы жаңа буын, жас ұрпақтар үлкен буындарға қарағанда сауаттырақ. Олар қайда төлеу керек, не істеу керек, оның барлығын қазір жаңа ұрпақ өте сауатты деп айтсақ та болады. Енді мемлекет тарапынан қазір көптеген көлеңкелі бизнесте болып жатқан бизнесті әшкерелеу, мысалы біздің президентіміздің жарлығымен мынау көлеңкелі бизнесте көптеген мынау кезінде біздің мынау Совет одағы ыдырап ТМД мемлекетіміз егемендік алған кездерде білесіздер, көптеген завод фабрикалардың бәрі жекешеленіп кетті. Сондықтан қазір мемлекеттің экономикалық тікелей әсері мынау жекешелендірген бизнесті, көптеген ірі компаниялар, корпорациялар, мынау темір жолға да байланысты, мынау қазбалы байлықтарға да байланысты бәрі жекешеленіп кетті ғой. Соны мемлекетке мысалы беру, мемлекеттің, яғни ол жерден қаншама салықтар түседі. Қазір көптеген жаңалықтарды естіп жатырмыз, мынау өткенде де болған, Қарағандыда да болған, оның барлығы үлкен мәселе, оның барлығы көбінесе шикізаттан да түседі дедік қой. Оның иелерін бәрі, көбінесе инвесторлардың бәрі шетелдіктер болғаннан кейін оларға заң жүзінен де басқалайды. Сондықтан да бірақ заң кез келген Қазақстан Республикасының азаматына бірдей, бірақ бейрезиденттерге оларға да басқа мөлшерде айлық есептік көрсеткіш бойынша басқа салық төлейді. Енді жалпы Қазақстан Республикасының азаматына заң бірдей, бірақ қазіргіде де мемлекет тарапынан үлкен іс жүргізіп жатыр. Мынау қазір білесіздер, мынау машинаның жүрген кезде, мынау көлік апаты болсын, жылдамдықты көбейтсеңіз де барлық жерде сергек, бәрі қазір барлығы бақылауда дейсіз. Барлығы бақылауда, оның барлығыне мынау белгілі бір бюджетке ненің салықтың түсуі. Не үшін салық айтып отырмыз ғой? Салықтың өзі жалпы бюджетке, салықтың өзі бюджеттің көзі деп айтсақ та болады. Сол бюджеттен, мысалы, жалпы біз республика бойынша Алматы, Астана, Атырау көп, мысалы, республикамыз бюджетіне түсенетін салықтың бәрі 3 регионға түседі екен. 3 регион. Көбінесе жеке кәсіпорындардың көп шоғырландырған жері, осы ірі мегаполистер деп айтамыз да, осылардың барлығы бүткіл республикамыздың басқа өңірлерінде қамтып отыр. Жалғысы, мен сізді түсіндім. Қайыржан мырза, жалпы пандемия кезінде кәсіптің экономикалық тұрғыда, яғни дағдарысқа ұшыраған белгілі. Осы тұста қандай да бір жеңілдіктер жасалды ма сол кәсіп иелеріне? Кәсіп иелеріне жаңағы мораторий берілді, салықтан босатылды. Жаңағы 3% болсын, 10%, 20% болсын, салықтан босатылып, жаңағы кіші кәсіпкерліктер салықтан босатылған. Осы жаңағы пандемия бойынша, жаңағы қаңтар оқиғасы бойынша салықтан босатылған болатын. Жақсы, бағдарламамызды қорыта келе, енді сіздер атап жатқан салықтың түрін салып жатырмыз, бұл халыққа салмақ түсірмей ме?
халыққа салмақ түсірілмейді. Егер де бәрі ашық түрде төленетін болса, жеке тұлғаларға да, жаңағы салық төлеушілерге де, елімізге де пайдалы болады бәрі. Түсінікті, қымбатты қонақтар, бүгінгі жаңа көзқарас бағдарламасына келіп, өздеріңіздің көзқарастарыңызды ашық, айқын білдіргендеріңізге көп рахмет. Қымбатты көрермен, бізге берген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ең бастысы көзқарасыңыз түзу болсын.